Саламатсыздар ма, балалар? Отырамыз. Бүгінгі сабағымызға дайынбыз ба? Енді сабағымызды бастамас бұрын сендерге жақсы көңіл күй сыйлау ретінде сендерге жағымды пікірлер айтумен бастаймын деп ұйғарып отырмын. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Сендер қандай жарқын болсаңдар да, далада сондай әдемі болып бүгінгі күн шуағын шашып отыр. Енді бүгінгі сабағымызға сәттілік тілеймін. Жақсы көңіл күймен, жақсы бәр білімдеріңді салып, атқарып алып шығады деген сенімдемін. Енді балалар, осы сабағымызды бастамас бұрын, осы ақпан айының құндылығын білеміз, Ақпан айының құндылығы қандай бізде? Ақпан айының құндылығы жасампаздық және жаңашылдық, Енді кім қалай ойлайды? Жасампаздық дегеніміз не, жаңашылдық дегеніміз не? Аял, айта қойшы. Ақпан айы ол қыстың соңғы айы. Бұл айда табиғат көркейіп, көктемге дайындалатын ай. Осында жасампаздық дегеніміз ол жаңа дүние жасау, дамыту, ал жаңашылдық деген ескі әдеттерден арылып, жаңа жақсы әдеттерге басу. Дұрыс айтасыңдар. Тағы да кімнің ойы қандай? Құндылық туралы, Гүлназ? Жасампаздық деген қоғамға жақсы әрекет жасап, оған пайдалы іс-әрекеттер жасау. Ал жаңашылдық дегеніміз ескі әдісті жаңарту болып табылады. Өте керемет. Енді құндылығымыздың мақсаты балалар, сенімді қарым-қатынас орнату, ұжымда жағымды ахуалды сақтай білу екен, Енді осы аптаның дәйек сөзі қандай бізде балалар? Өнерлі бала өрге жүзеді дейді. Ал өнерлі бала өрге жүзеді деген мақалды қалай түсінеміз біз? Өнерлі бала өрге. Айта ғой, Жанерке. Өнерлі бала өрге жүзеді деген яғни өнерлі бала ойында жақсы қасиеттері бар. Талантты деп айтқан, бала өрге жүзеді, өз мақсаттарына жетіп. Өте дұрыс, өте керемет, Бүгінгі бар өнерімізді салып, химия пәніне жаңағы өнерімізді салып, білімді алып шығуға тырысайық, Енді өткен сабақ бізде қай тақырып еді? Химиялық элементтердің жіктелуі. Енді барлықтеріңе ссылканы мен жіберіп қойғанмын алдын ала, балалар. Үй тапсырмасын WordWall платформасы арқылы орындап шығамыз. Кімде телефон жоқ? Тақтаға шықсаңдар болады. Бекзат, сенде телефон жоқ еді? Келіп тақтадан орындай ғой. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі кім ойлап тапты? Бәрімізде солай шықты ма? Қазіргі уақытта қанша химиялық элемент белгілі? 118. Келесі. Триадалардың бірін көрсетіңіз дейді. Қайсысы бізде триадалардың бірі? Кімде қалай шықты? Екіншісі. Хлор, бром, иод, Келесі. Нөлдес химиялық элементтерді қалай орналастырды? Атомдық массаның өсу ретімен. Керемет. Бәріңде осылай шықты ма? Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы периодтық кестенің құрылымы дейді. Сабақ мақсаты периодтық кестенің құрылымын білу және сипаттау, топтар мен периодтар. Ал сабақтың мақсаты периодтық кестенің құрылымын білу және сипаттайды, топтар мен периодтар. Енді сендерге қазір жаңа ақпарат беремін. Жасанды интеллект арқылы.
Балалар, енді сендерге жасанды интеллект арқылы бүгінгі жаңа сабаққа шолу жасаймыз. Көріп, тыңдаймыз. Мен Дмитрий Иванович Менделеевпін. Бүгін мен сіздерге химиялық элементтердің периодтық жүйесін қалай жасағанымды және оның құрылымын қалай түсіну керектігін өз аузымнан түсіндіріп берейін. Мен 19 ғасырдың ортасында белгілі химиялық элементтерді зерттей отырып, олардың қасиеттері бір-біріне кездейсоқ емес, белгілі бір заңдылықпен қайталанатынын байқадым. Сол кезде шамамен 60-қа жуық элемент белгілі еді. Мен әр элементтің атомдық массасын, химиялық қасиеттерін, қосылыстарын салыстырып, оларды қағаз карточкаларға жазып шықтым. Осы карточкаларды реттеп орналастыра отырып, мен бір маңызды қорытындыға келдім. Элементтердің қасиеттері, олардың атомдық массалары артқан сайын периодты түрде қайталанып отырады. Бұл заң кейіннен периодтық заң деп аталды. Мен элементтерді бір қатарға тізіле салмай, оларды жолдар мен бағандарға бөліп орналастырдым. Осылайша периодтық жүйе пайда болды. Периодтық жүйенің құрылысы, енді осы кестенің құрылымына тоқталайын. Период бұл кестедегі көлденең қатарлар периодта элементтердің атомдық құрылысы біріндеп өзгереді. Электрон қабаттарының саны бірдей болады. Солдан оңға қарай атом нөмірі өседі. Период екі түрлі болады. Кіші период, оған 1 мен 3 периодтары жатады. Олар бір қатарда тұрады. Қалғандары екі қатардан тұрады. Осы екі қатардағы элементтер үлкен периодтар деп аталады. 7-ші период аяқталмаған топ бұл тікбағандар бір топтағы элементтердің сыртқы электрондары саны бірдей. Химиялық қасиеттері ұқсас болады. Топтардың саны 8, мысалы, бір топтағы элементтердің барлығы металдар немесе бейметалдар болуы мүмкін. Атом нөмірі дегеніміз не? Ал енді өте маңызды ұғым атом нөміріне назар аударайық. Атом нөмірі бұл атом ядросындағы протондар саны, ол элементтің реттік нөмірі болып табылады. Әр элемент үшін тұрақты және қайталанбайды. Элементтің химиялық табиғатын анықтайды. Мысалы, сутектің атом нөмірі 1, себебі ядросында бір протон бар. Оттектің атом нөмірі 8, яғни 8 протон бар. Қазіргі заманда периодтық жүйе атомдық массаға емес, дәл осы атом нөміріне негізделіп құрылған. Бірақ менің кестем сол заман үшін үлкен ғылыми серпіліс болды. Мен өз кестемде кейбір элементтерді әлі ашылмаса да арнайы бос ұяшықтармен қалдырдым. Себебі олардың міндетті түрде ашылатынына сенімді болдым. Кейін бұл элементтер шынымен табылып, мен болжаған қасиеттермен сәйкес келді. Осылайша химиялық элементтердің периодтық жүйесі табиғаттағы заңдылықтың көрінісі. Оны дұрыс түсінсеңіздер, химия сіздер үшін қиын емес, керісінше өте қызықты ғылымға айналады. Ғылымды зерттеңіздер, сұрақ қойыңыздар, өйткені әр жаңалық дәл осылай басталады. Енді балалар, жаңа ақпаратпен таныс болсақ, тапсырманы бастамас бұрын топқа бөлініп алайық, иә? Келіп мына жерде элементтер шашылып тұр, соны әрқайсымыз өзімізге тиесілі элементті алып, екі топқа бөлінеміз: металдар және бейметалдар. Металдарды алғандар мына топқа отырады, бейметалды алғандар мына топқа отырады. Металдарды алғандар мына топқа отырамыз, иә? Сендер былай отырмадыңдар ма? Жылдам-жылдап орнымызға орналасамыз. Жылдамдатамыз, балалар. Балалар, жылдам. Сендер мына жаққа жылжыңдар. Металдар мынау бетке отырыңдар, бейметалдар мынау бетке отырасыңдар. Тыныш. Металдар тобы бірінші қатарда отырады, ал бейметалдар тобы екінші қатарда отырады. Мыналар екінші қатар, бейметалдарсыңдар сендер. Енді екі топқа тапсырма беріледі, балалар. Екі топқа тапсырма беріледі. Бірінші топқа ағын диаграммасы. Я?
ағын диаграммасы арқылы сендер постер қорғап шығасыңдар. Екінші топқа синематика картасы арқылы сендер постер қорғап шығасыңдар. Топқа жиналған кезде бір жерге келіп яғни тапсырма, қандай тапсырма беріледі балалар, тыңдап аламыз. Периодтық кестенің құрылымын анықтайсыңдар. Түсінікті ма балалар? Периодтық кестенің құрылымын анықтаймыз. Аха. Маркерлерді ала қойыңдар. Маркерді алыңдар. Алдыларында периодтық кесте бар. Периодтық кесте. Артық бала қамтылсын. Оқулықты пайдалана отырып тапсырмаларды орындаймыз, иә? Бәріміз Ақынысыз? Мағандықтан бос орындар. Нарқым айтып, мен әтені. Орындар қалды. Қалдырды. Ол элементтердің табылуына сезімді болды. Сегіз қатар бар, иә? Қысқартылған нұсқасында 8 қатар бар, ұзартылған нұсқасында 18 қатар бар. Екі период бар. Период. 11 қатар бар, иә? 11-ші қатар толығып 118 элемент белгілі болды. Қалғандарын номинал жаза берсеңіз, қалдырды. Ол элементтердің табуына себептер болды. Сенімді. Таңбасын жаз. Және ерке таңбасын жаз хлордың. Ағылшынша. Енді жәнетке былай істейміз болады. Олар, иә,
топтарға бөлінеді. Содан кейін топтарға және бағандарға бөлінеді. Жоқ, баған емес. Топтарға және топшаларға бөлінеді. Әр топ екі топшаға бөлінеді. А және Б топшасы болды. Мысалға, 8 топ болатын болса, оның әрқайсысы А топшасы және Б топшасы болып екіге бөлінеді. Bir kez bir element alıp sıralama yapıyoruz. Kay olmazsa alüminyum. Қай топ болды? Екі дайын дегеніміз балар. Металлдық және бейметалдық қасиеті бар элементтерді екі дайын деп атаймыз, иә? Екі дайлы. Екі дайлы. Яққа 27 дейсің. Сызықша қойып алюминий дейсің. Алюминий? Жоқ, ортасына алюминий дейді. Al қай топ болды? Кімдер қорғайды? Қорғайтындары ортаға шығамыз, қалғанын отыра қойыңдар. Екінші топтың жұмысын тыңдайық, қалғанымыз отырамыз, аялап отыра ғой. Бір-бірімізді тыңдаймыз, қазір өйткені бағалаймыз ғой бір-бірімізді. Бала тыныш. Периодтық кестенің құрылымын анықтау болады, не тапсырма? Алғашында 60 элемент болды. Сол кезде белгілі элементтер болмаған. Сол бос орындар қалды. Ол элементтердің табуына сенімді болды. Элементтер атомдық масса бойынша Келесі, Менделеев болжаған бос ұяшықтарға элементтер ашылды. Ашылған элементтердің қасиеті оның болжамымен тура келді. Бұл периодтық зат дұрыс екенін дәлелденді. Содан кейін кестер заттардың қасиеттерін болжауға көмектесті. Олар топтарға және топшаларға бөлінді. Әр топ А және Б топшасы болып бөлінді. Соңында периодтық жүйе қазіргі заманғы түрге келді. Элементтер атомдық нөмірі бойынша толық реттелді. Жаңа элементтер қосылды және қазіргі бұл кесте химиялық негізі ретінде бүкіл әлемде қолданылады. Жалпы қанша элемент бар? 8 элемент.
118 элемент бар. Енді бір элементке мысал келтіріпсіңдер. Қандай элемент? Бұл алюминий. Реттік номері қанша, атомдық массасы қанша? Реттік номері 13, атомдық массасы 27-ге жуық, элементтің атауы алюминий. Атауы алюминий. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Енді екінші топ жәнерге. Бұрында химиялық элементтер 60-қа жуық түрі болған, ал қазір элементтердің 118 түрлері бар. Химиялық элементтердің периодтық жүйесінде қысқартылған 18 қатар, және де ұзартылған 18 қатар, қысқартылған 8 қатар бар. Және периодтардың жүйесінде 7 период бар. 7 период бар, я? Ол периодтар қаншаға бөлінеді бізде? Үлкен және кіші периодтар, я? 1-2 кіші периодтар, 3-4-5-6-7 үлкен периодтар болып бөлінеді. 4-5-6-7 үлкен периодтар болып саналады. Жарайды ма? Ол 3-ші периодта орналасқан, 3-ші қатарда 7-ші топта орналасқан. 7-ның А топшасында орналасқан. Элементтер 2 топқа бөлінеді: металдар және бейметалдар. Металдар жылтыру және электр өткізгіштік қасиеті бар, ал бейметалдар сынғыш және де жылтыру қасиеті жоқ. Электр өткізгіштік қасиеті жоқ. Алюминийдің электр нөмірі 13, ал атомдық массасы 27. Атауы алюминий. Жақсы, керемет. Толтыратындар бар ма? Толтыратындар бар ма? Екі дайын дегеніміз ол элементтерде металдар және бейметалды қасиеттері бар элементтерді. Екі дайлы элементтер деп атайды екенсе, отыра қойыңдар, жарайсыңдар. Енді балалар, әр топ бір-бірін бағалаймыз. Металдар тобын бейметалдар топ бағалайды. Кім сөйлейді? Аяла, сөйлегіш. Бірінші металдар тобын бағалайды. Металдар тобы менің ойымша өте керемет жұмыс атқарды. Олар барлығын дұрыс, тиянақты және де әр оқушылардың топта әр оқушы бір-бірімен қарым-қатынастар жақсы болды. Және де олардың топтық жұмысы толық, дұрыс. Қандай баға береміз? Өте керемет баға береміз. Жарайсыздар. Енді металдар тобы, бейметалдар тобын бағалайды. Кім сөйлейді? Жансезіміз. Ағын картасы бойынша тапсырманы орындап шықты. Бейметалдар тобы барлық берілген элементтерге жақсы сипаттама берді және толық жауап берді. Периодтық жүйені аша білді ма? Кестені анықтап аша білді тақырыпте. Бәріңе жақсы, өте керемет. Енді балалар, менің қолымда тұрған қандай зат деп ойлайсыңдар? Бағалау кестесі, яғни бізде химиялық жаңа құрал жабдықтар бар ғой, солардың бірі мынау қандай бізде құрал жабдық? Сынау, яғни бізге химия пәнінде керекті құрал жабдықтардың бірі. Енді осыны әрқайсыңа таратып беремін. Бүгінгі білімдеріңді өзара жаңағы бағалап отырасыңдар. Әркім өзін бағалайды. Әділ түрде. Енді балалар, бізде бірінші тапсырма жұптық тапсырма. Жұптық тапсырма, яғни әрқайсымыз
өз жүгімізбен тапсырма орындаймыз. Мына жерде қазір қарап берейін тапсырмалар. Периодтық жүйемен жұмыс істейміз. Бұл жерде байқап отырсақ, Менделеев кестесінің ұзартылған нұсқасы беріліп отыр, иә? Әркім өз жолымен жұмыс атқарады. Ойлан жұмыстас және анықта деген әдіс бойынша әркім өз тапсырмасын орындап шығады. Әркімге әртүрлі тапсырма берілді. Енді тапсырма мынандай балалар. Әр жұпқа қималы элементтер берілді. Осы элементтерді периодтық кестедегі орнына қарай сипаттап, олардың негізгі қасиеттерін анықтайсыңдар. Олар тапсырманы орындап, яғни мысалға сендерге қандай тапсырма берді? Бірінші жұпқа галогендерді анықтайды, иә? Галогендер бізде қай жерде орналасқан? Кітапты пайдаланамыз. Яғни сол 17-ші топқа біз не істейміз? Орналастырамыз элементтер. Қандай элементтер бізде 17-ші топта орналасқан периодтық жүйені жазып орналастырамыз. Жүгімізбен жұмыс жасаймыз, балалар.
жылдамдатамыз. Уақыт шектеу. Сендерде қандай тапсырма? Мына жақта жазасыңдар. Мына элементтер. Иә. Мына екен. Мына өшір. Сендерде тапсырма. Бейметалдар жазасыңдар, иә? Oldu bak. Kaç жұп oldu? Kim oldu? Ала келіңдер ма? Аха, дұрыс. Аха, сендердікі мына жақта. Қай жұп болды балалар? Оқитындар бар ма? Балалар, жылдамдатамыз. Аха. Қандай тапсырма берілген еді? Екінші периодтағы элементтерді орналастыру. Екінші периодтағы элементтерді орналастырды. Яғни периодтарымыз бізде мыналар екен, иә? Тігінен орналасқан. Бірінші, екінші, үшінші периодтар кіші периодтар, 4, 5, 6, 7 бізде қандай периодтар? Үлкен периодтар. Не себепті бірінші, екінші, үшінші периодтар кіші периодтар? Өйткені әрқайсысында бір ғана қатар. Бір қатардан орналасқан. 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші периодтарда екі қатардан орналасқан себепті оларды үлкен периодтар деп атайды екенбіз, иә? Қандай элементтер? Литий, Азамат қараймыз. бор, көміртек, азот, оттек, тоз, неон. Химиялық Менделеев кестесінен жаңа орындарын таба аламыз ба? Реттік санын жаза аламыз ба? Отыра қойыңдар, жарайсыңдар. Келесі жарсезім. Сендерге қандай тапсырма берілген еді? Галогендерді орналастырды, иә? 17-ші топқа фтор, хлор, бром, йод және де астық пен термесінде орналасқан. Яғни осы элементтер галогендер болып аталады екен, иә? Галогендер ең белсенді бейметалдарға жатады. Өте керек, жарайсыңдар. Ерасы болыңдар ма? Жансу? Кім болды? Жәнерке? Балерке болды ғой. Бізде галогендер фтор, хлор, бром, йод, астық. Өте дұрыс. Яғни қай топта орналасқан? 17-ші топта орналасқан. Ол ұзартылған нұсқада, иә? Менделеев кестесінің ұзартылған нұсқасында. Отыра ғой. Ал жаңағы қысқартылған нұсқасында, Менделеевтің қысқартылған нұсқасында 7-ші топтың А топшасында орналасқан элементтерді галогендер деп атаймыз. Түсінікті ғой, иә? Тапсырма түгелдей орындап біттік, иә? Әркім өзінің жаңағы балын қойып отырады, яғни болған берілген бал бізде 4 бал. Түсінікті ғой? Енді келесі тапсырма балалар бізде жеке тапсырма. Ең бірінші топқа бөлінгенде әркім элементтерді алып, элементтер арқылы бөліндік қой. Сол алдыларында тұрған элементтерді дәптерді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз, тақырыпты жазамыз. Одан кейін әркім өзге берген элементті сипаттап жазады. Яғни реттік санын, атомдық массасын, қай топта, қай топшада орналасқан барлығын жазып шығамыз. Периодтар, қатарлар, соның бәрін анықтап жазып шығамыз. Металмауы, бейметалмауы, соны анықтаймыз. Түсінікті ма?
қанша? 29. Берейін. Жазып бар. Арганым, иә? Күміс. Реттіксаны жазын. Атомдық массасын жазын. Қай периодта, қай қатарда, қай топта орналасқан көреміз. Қай периодта орналасқан? 5-ші периодта орналасқан. Бірінші топта, бірінші топтың Б топшасында орналасқан. Содан жатамыз. Алюминий берілген. Ақниетке. Сұйық берілген, бұрыш. Темір берілген. Периодтық жүйеден тауып аламыз элементті, одан кейін соған сипаттама береміз, иә? Қай. Алтын берілген, яғни алтын, иә? Металма, не металма, соңғы жазып қойды. Болып бар. Болып бар. Аға кім оқып береді? Сипаттамайы өзіне берілген элементке, мысалға Нұрасылға азот берілген. Қандай сипаттама береміз? Азот реттік нөмірі 7, атомдық массасы 14, бұл бейметалл. Екінші Менделеев кестесінде екінші период, екінші қатарында 5-ші топтың А топшасында орналасқан. Жарайсын, керемет. Аялар. Маған берілген элемент гелий, атауы гелий, реттік нөмірі 2, атомдық массасы шамамен 5, бірінші периодта, бірінші қатарда орналасқан. Өте жақсы. Айдана. Маған берілген элемент хлор, атомдық нөмірі 17, атомдық массасы жуықтағанда 36. Хлор 3-ші периодта, 3-ші қатарда, 7-ші топтың А топшасында орналасқан. Яғни бұл галогенге жатады. Гүлназ. Маған сутек түсті, сутектің атомдық нөмірі 1, атомдық массасы 1, бірінші период, бірінші топ, А топшасы бейметалл. Бейметалл. Ең жеңіл элементтердің бірі бізде сутек. Бәріміз орындап қойдық қой, Мадина? Сынап реттік нөмірі 80, атом массасы 200,159. Ол металға жатады және 6-ші периодта 9-ші қатарда Б топшасында орналасқан. Металдың бұл. Бір ғана металға бізде сұйық металл, ол бізде қандай металл екен? Сынап. Түсінікті ма? Бәріміз орындады ғой балалар, иә? Енді бұл тапсырмаға 3 балл берілген. Әркім өзінікін дұрыс деп санаса, өз балдарын қойып шығыңдар жаңағы сынау арқылы. Енді балалар бізге функционал тапсырма берілген. Бірінші жағдаят. Қараймыз. Бұл жерде 3 балл берілген. Белгісіз элементті анықтайды, элементтерді сипаттайды, периодтық жүйе бойынша талдайды. Яғни периодтық жүйеде қаншасыншы орналасқанын анықтайды. Жарайды ма? Бірінші жағдаятта дәрігердің кеңесі. Аяла оқыңызшы бірінші. Дәрігердің кеңесі дәрігер анализ нәтижесінде науқастың сүйектері әлсірегенін айтты. Ол 4-ші периодта орналасқан 2-ші топқа жататын металлды көбейту керек екенін ескертті. Бұл элемент сүт өнімдерде көп кездеседі. Сұрақ, дәрігер қай элемент туралы айтты? Сүт өнімдерінде бізде қандай элемент кездеседі? Кальций, иә? Міне бүгінгі балалар бізде күнделікті өмірде тағамдар арқылы біздің ағзамызға химиялық элементтер не істеп отыру керек? Еніп отыру керек, иә, тағамдар арқылы. Яғни біздің ұлттық тағамдардың бірі қандай тағам? Құрт. Бұның бойында қандай элемент бар екен? Кальций, иә? Яғни осы құртты жеу арқылы, сүт, айранды ішу арқылы біз бойымыздағы. Ал екінші жағдаятта балалар бізге ас тұзы қайдан пайда болады дейді. Күнделікті бізге ас тұзы, күнделікті пайдаланып жүрген ас тұзының формуласы бізде қандай? Натрий хлор, иә? Енді бұл жерде кім оқы? Айдана оқи қойшы. Ас тұзы қайдан пайда болады? Ас
тұзы екі элементтің қосылуынан түзіледі. Біреуі үшінші периодтағы бірінші топ металы, екіншісі үшінші периодтағы 17-ші топ бейметалы. Сұрақ, бұл қандай екі элемент? Қандай екі элемент бізде? Бұл натрий және хлор. Біз күнделікті тағамға пайдаланатын тұздың формуласы бізде қандай екен? Натрий хлор. Яғни периодтық жүйеде натрий қаншасыншы орналасқан? Кім көріп айтады? Үшінші периодта, үшінші қатарда қаншасыншы? 17-ші орналасқан екен. Яғни реттік номері 17. Хлор бізде қаншасыншы орналасқан? Химиялық периодтық жүйеде? Үшінші период жоғалтыр. 7-ші топта 7-ші ал топшасында. Яғни галогендер, иә? Жауап дұрыс. Өмірмен байланысты біз күнделікті өмірде тұзды пайдаланамыз, иә? Одан кейін күнделікті тағамда жаңағы кальцийді енгізу үшін құрт, сүт, айранды пайдалану керек екенбіз. Енді балалар қолдарындағы жаңағы сынау арқылы өз-өздеріңді бағалап шығыңдар. Оған да берілген балл 3 балл. Кімнің тапсырмасы түгел болатын болса, өзіне балдарын қойып шығады. Одан кейін маған астына ат жөндерімді жазып, мына жерге қойып кетесіңдер балдармен бірге. Балалар, байқасаңдар қолдарына тамшылар бердім ғой мен қазір. Я тамшылар бердім. Бүгінгі білімді қалай алғанымызды бағалап кетеміз. Егер жеткілікті білім алатын болса, жасылға, маған кішкене жетпеді, білімді ары қарай шыңдауым керек дейтін болсаңдар, сарыға, мүлде түсінбеді дейтін болсаңдар, қызылға тамшыларды келіп жабыстырып кесеміз. Түсінікті ма? Бағаладық па? Бағалаған парақтарымды алдыма қойып кетіңдер, аты жөндерін жазып, одан кейін тексеріп өзім бағаларды қоямын. Енді кері байланыс беріңдер. Артында несі бар? Бүгінгі білімді жақсы алдыңдар деп ойлаймын. Бәрі де өйткені жасылға іліп жатырсыңдар, иә? Түсінбеген оқушы жоқ сияқты. Кері байланыстарында жазып қойды, тілектерін жазған оқушылар бар. Өте керемет. Балалар, үйге тапсырма. Бағалау парақтарын қойды, үйге тапсырма. Осы 16-шы параграф периодтық кестенің құрылымын оқып, түсінік айтамыз келесі сабақта. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.